все-таки қателестім. Тиеді екен бәрі. Посадка. Бәрі көлік жұмсақ жүріп кетті. Алдыңғы низко профиль қарағанда. Бұл 14-ші көлемді дискі. Просто посадкамен көрсеткім келді да, крылаға жақындау подкрыльный бытышын шығарып беретін сияқты. Енді көрейік не болса да қысқа сындырсам бамперсінен азар болса. Сәлем достар, бүгін қыс келіп қалды, бізде шамалы қар. Енді бізге дөңгелек ауыстыру керек, доңғалақ. Бүгін бізде торус тұрады, жазғы дөңгелекпен, әзірше резинасы. Енді ауыстыру керек. Қазір бірінші видеода алып тастаған 14-ші көлемді диск бар ғой, 185-65-14 шипимен. Соны саламыз, соны салғанда негізі білмей тұрмын қалай. Ол келема, профильді үлкен бірайын диск кішкентай ғой. Сол енді бұдан да төмен болып кете ме екен деп тұрмын да. Енді көрейік қазір ол дискіні салып. Ол диск үйде тұр. Қазір алып кеп, астына түсіріп. Ай жерден біреудің майы ағыпты, біреу жөндеген қалдым да, мен екіменде шошып кеттім жаңа. Көрейік қазір енді. Бірақ бұл видеоны салмас бұрын мен оны әбден қар түскенде, қазір салып қойып бір көрсетіп, қар түскенде мынандай посадкамен қалай жүретінімді қыста. Міндетті түрде күрек алу керек, кішкентай. Көреміз енді бірінші қысым посадкамен өтейін деп жатқан. Алла бұйыртса. Достар, мінекей көріп тұрғандарыңыздай 14-ші көлемді дисктар 185, 65, 14 аяқта 195, 50, 15. Білмеймін, крыла қыста шамалы проблема болуы мүмкін, крылаға мұз жиналып қап крыланы ұрып жүру мүмкін, әбден мүмкін барлығы. Енді не болса да тәуекел қылып, посадкамен осы қысты өткізу керек. Қазір бастаймыз, мына жер быт-шыт болып тұр екен. Сонымен ауыстырып жатырмыз. Бір қуанышты жағдай, қуанышты емес пе белгісіз әлі. 15-ші көлем 14 профиль. Енді профильді қараңыздар. Түнекті биік екен профиль. 65, 50. Енді 15-ші көлем диск қой. Әрине біріншіден диск жалпақ. Бірақ мынау көріп тұрсыздар ғой. Профиль қандай үлкен. Мүмкін көлік әлі көтеріліп қалуы мүмкін тек қана. Ол бір минус крылаға түйгенін қазір көреміз енді. Қалай? Сәтсің? Ол үшін бұл дөңгелек 3-ші қысқа салынайын деп тұр. Қараңыздаршы. Қандай әлі жаңа. Ішінде әлі түстері де бар әлі. Көкпен боялған. Демек көп жүрілмеген деген сөз. Достар, қазір түсіріп көрейік енді. Крылаға тие ма, тимей ма. Көлік көтеріліп қалды, мен до конца түсті. Мен бірден байқағаным мына алып көтерілді. Мен ризамын. Өйткені неде 50-ші дискіде 15-те торғысында алып түсіп кеткен тұғын, негізі өлшеген жоқтығым немен өлшек беру керек еді? Рулеткамен. А мен оны өлшеген жоқпын. Мүмкін қазір бір практика атып қоятын шығар рулеткаға. Достар, рулеттен алып келді, көрейік. Негізі бұл дұрыс емес.
жерге, ешқандай ойыс жоқ жерлерге негізі өлшеу керек, бірақ енді жай көре салайықшы, қанша сантиметр болады екен. Артын бірінші до и после деген сияқты. Порог, негізі порогтан өлшеген дұрыс емес, астынан өлшеу керек тура төсінен. Порог қазір бізде 15-5 болып тұр. Егер қазір артын саламыз, арты қанша болатынын көреміз. Артын 14-ші диск салған кезде 15-5-тен көтерілді ме екен. Енді алдын көрейік. Мына жағын көре салайық. Бұл жағы әлі 15-ші көлем дискпен тұр. Көтерілді ме екен. Ар жақ 14-5 болды, иә? Мына жағы, мына жағы 14 қой. Аяқ 14, ар жағы 14-5. Ар жақ көтерілді. Шамалы, бірақ бұл өлшеген дұрыс емес, жай. Кеше видеоны көрдіңдер ма? Көрді ма? Кеше шықты тағы. Да, жүр. Көрген жоқсыңдар ма? Кеше жүр. Сіздер ютубта қоңыраушан басып болмағасыңдар ғой? Мен де барғам, мен бәрі. Достар, қараңыздар. Мына жерді қараңыздар, көрдіңдер ма? Ішіне кіріп кетті, дөңгелек. Қазір түсіреміз, сосын бәрін көрейік. Достар, көріп тұрғандарыңыздай ештеңе істемейін бе екен, қарап аламыз. Бір жақсы жеріне крыладан шамалы алыста өткен 185 қой, бұны жалпы ақтыға. Анау 195. Так что крылаға нормально болатын жақты. Так что нормально болатын сияқты. Да, достар, көріп тұрғандарыңыздай. Арты да көтеріліп қалды, көтеріліп қалды ма? Білеткан бер. Қанша болып еді ан жағы жана? Бұйыстан? 15-5 болған. 16 сантиметр. Ар жағында көретін боламыз. Қазір ар жағы шамалы салмақ басып тұр. Қазір көреміз қанша болатын әзір. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мені барлығы салынды. Осы 10 жақ беті салынды. Сол жақ бетінде алды ғана салынды, арты салынған жоқ. Достар, қараңыздар. Тихо. Алыстырған өзінде. Көлік қазір тұрған бетте. Бұлай тұр ғой көлік. Чуть-чуть. Тік емес, бұлай аяғы жатып қалған чуть-чуть. Камерадан беріле ма, берілмей ма? Көріп тұрсаңыздар. Хотя 5 сантиметрге болса да көлік көтерілді, ол қысқа, мен үшін өте жақсы. Ойлаған басқа родной стойкаларын салам ба деп. Ешқандай да родной стойкасы керек емес. Короче, нормально қысқа. Болады қысқа. Достар, соңғы жағы салдық, түсіріп жатырмыз, қазір көреміз. Достар, сонымен барлығын салдық дөңгелектердің. Короче, артыңғы жағы көтерілмейді. 15-ші торыспен тұрған кезде 15-5 болды. Ал мына 14-ші көлем дискі салған кезде 65 профильмен 16 сантиметр көтерілді. Алды 14-5. Так, содан кейін осы 14 салғанда 15-5 болды. Шамал көтерілді. Еще қазір мына алдында дөңгелекті үрлейміз. Қанша болатынын көрейік. Қазіргі кезде бізде атмосферасы қысымы бізде қазір 1-5 болып тұр. Мына 2 килограммға дейін 2 килограмм боламыз. Бұрын көтермей тұрған кезде 2-5 болатын. Өйткені қазір крылаға тиіп кетуі де ғажап емес. 2-5 болса 2-2. Негіз максимум 2-2 ғой. Ал жаңа низкопрофильмен 2-5, 2-6-ға шейін бара береді низкопрофиль. Ал сондықтан да қазір 2 қыламыз. Қатты тың
қайтпаймыз. Көрейік. Давай, қос. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай қысымы 2 килограмм болды. Мына қызылмен. Сыртынан емес, ішінен, өйткені ішінен килограмм. Қараймыз. Сырты бармен ғой, ну, короче, американский. Мынау 2 килограмм болды. Болды, 2 килограмм боламыз барлық жағын. Сонымен тоқтатамыз. Мына насостың алғаныма бір 2 жылдай болды ма? 2,5 мың теңге ма? 3 мың теңге ма? Соған алғам. Қашан сынады деп күтіп жүрмін. Магнумнан алған болады, әзір сынбай жүр. Нормально пока. Минус 42 градустың өзінде былтыр джиптің баллон үрлеген. Сонда сынатын шығар деп ойлағам. Нормально сынған жоқ. По идее, минус 40-тан плюс 50 градусқа дейін істей береді дейді енді. Ше дейді. Мінекей достар, салайық қанша қысым бар екен. Қазір көрсетпей тұр, қос. Қазір көтерілсін. Қазір мүлдем азайып кетті қысымы. Емтейден барсын, сосын көреміз. Достар, қолмен ұстап тұрған себебім қазір жерге қойсам дірілдей береді да. Дұрыс көрсетпейді, сосын қолмен ұстап тұрғаным ғой. А так не жалко. Сөндіресің. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай 2 килограмм қылдық. Болды, нормально. Енді аржа 2 жағын өржейміз, сосын көлікті көрейік, жүріп көрейін. Мажарлақтар, крыла қанаттарына тиема, тимейма жүрген кезде аз текс емес жолдардан өтіп көрем, қалай болатын. Әзірге осымен болды, баллон үрледік, көлік көтерілді, чуть-чуть. Енді қазір көрейік, тиема, тимейма, аржа 2 жағын үрлеп аламын, сосын қосылатын болды. Достар, сонымен көрейік. Жүріп көрейін, ана жерден шығардым. Жай, бірақ енді көрейік, жүріп қалай болады екен, тиема, тимейма жолдарда. Мен жаңа профиль қалым болып кетті, крылаға жақындап кетті, сонысынан да бір жағынан етіп тұрмын. Давайте көрейік лучше. Жүріп көрейік, мән бермеңіздер, салон шашылып жатыр. Қазір асфальтқа шығып олайын, дейтін жаңа сөз жерден бастап қосатын болам. Сонымен достар, рульді мен до конца бұрған кезде жаңағы өткенде көрсеткен жерлер тіреліп қажалып жүрді ғой. Солар қайда жармасы болады. Солар, короче, көліктің нелер тимейді, дисклары ішке тимейді. Рамаға ештеңе тимейді, пока нормально. Бірақ шамал көлік көтеріліп қалған, білмеймін, өзім сондай сезіліп тұрма. Көлік шамал биікте отырған секілдімін. Пока что нормально, ешқандай крыла жана текс емес жолдарда, мысалға гармошкаларда тоже ештеңе крылаға тимейді. Дегенмен де, бірақ 50-ші профильге қарағанда, ана 15-ші дисктағы мынау профиль 65 қой, бәрібір мынау биік баллон тұрған. 14-ші диск болса да крылаға жақындау, мен ойлаймын, ана қатты бір скороспен келатып, гармошкаларды гармошка ойнаса, негізінде тиіп кететін секілді. Все-таки подкрыльник бөтішін шығарып жүретін сияқты. Енді көреміз не болса да қыста. Сындырсам бампер сынады, азар болса. Так что қыста посадкамен эксперимент жасап көреміз. Минус 90 круг, стойка, пружина. Енді қазір көреміз. Достар, все-таки қателестім. Міне, тиеді екен бәрібір. Міне до конца бұрам. Қозғалам. Міне дыбыс. Все-таки тиеді екен. Посадка. Әдемілік құрбандық талап етеді дейді. Сондықтан да біз үшін ештеңке емес. Көрейік көлікті. Қойайын өзімше. Dost dediğim adama küreğimi verdim. Bir kızı sevdim, yüreğimi verdim. Kadrimi bilmedi, kadrimi bilmedi, kadrimi bilmedi, kadrimi bilmedi.
çarpaz yaşımdan. O kadar belalar öttü başımdan. Ağlım o kızı sildi yaddaşımdan. Yüreğim silmedi silmedi silmedi. Yüreğim silmedi silmedi silmedi. Yüreğim silmedi silmedi silmedi. Yüreğim silmedi silmedi silmedi. Adıbı yaşayasan layık hayatta, canan olasan sadık hayatta. Her kim ki oldu aşık hayatta. Bir ömür sürmedi sürmedi sürmedi. 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 Var devletimi yiyen dostlarım, güya ki beni çok. Сонымен достар, көрейік крыланышын. Мінекей көріп тұрсаңыздар, арка схамет жағайшы. Көріп тұрсаңыздар, арка неше. Слайма. В общем, тимейді ғой. Артын мүлдем кіріп кеткен. Көріп тұрғандарыңыздай. Сотка өшіп қалды мына. Фонарик пайдаланып тұрып жарайды. Я достар, бұл 14-ші көлемді дискі. Бұл салынды ғой. Былтырда салынған, ол көрсеткем, алдында да ауыстырған. Просто посадкамен көрсеткім келді да қалай болады. Сондықтан да достар, бұл лайкқа лайықты деп ойлаймын. Сондықтан да міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып, кез келген комментарий қалдырып, қазақша каналға қолдау білдіріп кетейік достар. Сонымен бүгінше аяқталды. Келесіде көріскенше.